Тұзақтарды ойлап тапқан өнертапқыш шынымен де данышпан, өйткені олар америкалық сарбаздарға ойға келмейтін азап әкеледі. Мысалы, бұл бамбук минасы. Американдық болат етектерді де менсінбей басып қалған кезде аяқтың етін екіріп ақсақ қылғызады. Ал егер вьетнамдық сарбаз келсе, тағы жаман болар анық. Бірақ одан да сорақысы, олар консервіленген мина қақпандарды екі гранатаны бос банкіге салады. Гранатаның ортасына ілеспе сыммен тартады. Тым құрысы біреуі сымға тиіп кетсе, қақпан бүткіл отрядты жояды. Тағы да американдық солдат сымға тиіп кетсе, жасырын арбалет тұзағы құлыптау механизмі ұштық тұсымы бірден ашылады да улы нәжеске боялған жебе тікелей американдық солдатқа атылады. Әскери медик келем дегенше ол мерт болады. Бамбуктармен жасалған одан да қорқынышты тұзақтар да бар. Егер осы уақытта біреу осы жердің жанынан өтетін болса, ол тұзақ іске қосылып аспаннан құлаған бамбук сыйлығы кездейсоқ бірнеше бақыттыларды таңдайды. Тіпті ол улы жылан болса да вьетнамдықтар оны ешқашан құр жібермейді. Олар қазылған тұзақтарға тасталған бұл улы жыландар құлаған сарбаздарға үлкен тосын сыйға ие болады. Улы жыландар оларды көргенде қатты қуанады. Жоғарыдағы командаластары да мұндай тұзақты көргенде олардың бәрі оны ұмытпайды. Кім көмектесуге батылы барады, ол да көбінесе өледі. Короче, аяқтың астын қарап жүріп қой. Бірақ өйтіп аяқтың астына қарап жүргенде де вьетнамдық сарбаздан таяқ жемесі тағы бар. Сол үшін де бұл соғыс америкалықтар үшін өте күрделі соғыс болды. Осындай себептерге байланысты Америка құрама штаттары жеңіліс тапты.